Білмеймін енді бұның бәрі қазір қалай естіледі. Балауса ханым, алдында мен сіздерден уақыт сұрап едім ше. Алдында сіздерден уақыт сұрадым, мен ішімдегі сезімдерім қалай болып жатқанын білмеймін деп. Бірақ сол уақыттан кейін мен біраз ойландым, біраз нәрсеге жауаптар таптым. Мен ішімдегі нәрсені тұншықтыра алмаймын. Мен Айдананы әлі де ұнатам. Айданаға деген сезімдерім үлкен. Сезімдерім көп деп те айта аламын. Ол нәрсені және тұншықтырып көрдім мен. Ол нәрсе қолымнан келген жоқ. Сезім деген нәрсе ол неуправляемый нәрсе екенші. Мен айтқым келетіні сол, мен Айдана, мен сені қатты ұнатам. Мен сенен ешқалай бас тарта алмаймын. Және де мен Айдана үшін күресем до конца. Соңына дейін. Қатты ұнатам, сезім өшпеді деп жатсыз. Яғни үміткер қабылдамайсыз. Айданаға бұл танысып көргіңіз келетін, Айдананы күтетініңізді айтып жатсыз ба сонда? Иә, қазір жаңағыдай дұрыс емес түсініп қалмасыншы, мына жерде Асхат саған да айтқым келеді, дұрыс емес түсініп қалма депші, жаңағыдай өзі жаман болып отқан шығар енді. Бірақ сен де еркексің, мен де еркекпін, былай айтайыншы, адамның ішіндегі сезімдер, ол нәрсе бір қолдан алып бейт суырып тастай салатын нәрсе емес та. Менің ішімде сезімдерім басынан болды, ол нәрсені мен тұншықтырып көрдім, істеп көргім келді, басқа жақтан үміткер күтіп, мен может сол басқа адаммен бақытты болып кететін шығармын деген нәрсе болды менде. Бірақ ол нәрсені мен тұншықтыра алған жоқпын. Мына жерге сен келгеннен бастап мен қызғанып бастадым.